Кайырлы күн балалар. Бүгүнкү тақырыбымыз электр кубулусы 3-нчы нусканын 7-нчи эсеби. Эсептин шарты боюнча зарядтары 1,6 және 0,4 нанокулон оң зарядпен зарядталган дене бири-биринен 20 см кашыктыкта орналаскан. Осы эки зарядты тепе-теңдикте ұстап туруу үчүн заряды -0,5 нанокулон зарядты осы экөөнүн арасында Q2 зарядтан кандай кашыктыкка коюу керек? Эсептин берилген шартын жазып алдык және шамаларды халыкаралык бириктер жүйесине айналдырып алдык. Бизде ара кашыктыкты табуу үчүн деп биз X менен белгилеп алдык. Азыр онун суретин салып көрсөтөйүк. Мында бизде Q1 заряд берилген, мында Q2 заряд берилген. Экөөнүн арасы 20 см дейт. Осунун арасына мына жерге примерно мындай 3-нчы заряд коюлду. Q3. Осы зарядымыз Q2ден кандай ара кашыктыкта тур деп сурап жатыр. Мына жерimiz X деп белгилесек, онда биз мына экөөнүн арасын 20 сантиметрimiz ол 0,2 минус X деп белгилеп алуубузга болот. Эсептин шарты боюнча тепе-теңдикте ұстап туруу үчүн деп тур. Формуласы тепе-теңдикте болсо F1 ол F2ге тең дейбиз. F1 дегенimiz бул K, Q1 көбөйтүлгөн Q3, яғни биринчи заряд менен үчүнчү заряддын арасындагы тартылыш күчү. Бөлүмүндө эпсилон көбөйтүлгөн R1 квадратка тең. F2'miz K, бул экинчи заряд менен үчүнчү заряддын арасындагы тартылыш күчүбүз. Эпсилон R2 квадратка. Эпсилон ол абада бирге тең, сондуктан эсепте бирди колдонбой койсок болот. Кысаш шамаларын кыскартып алабыз. К турактуу шама эки жакта да бар кыскарып кетет. Үчүнчү заряд шамасы кыскарып кетет және эпсилон кыскарып кетти. Енді калгандарын ордуна коюп жазатын болсак, Q1 бөлүмүндө R1дин ордуна биз 0,2 минус X-тин квадраты деп аламыз. Тең Q2 бөлүмүндө X-тин квадратына. Мына экөөнүн ордун ауыстырып жиберейик. X-тин квадраты бөлүмүндө 0,2 минус X-тин квадратына тең Q2 бөлүнгөн Q1ге. Квадраттан кутулуш үчүн теңдиктин эки жагын түбүрасын алабыз. Мында түбүрдөн X бөлүмүндө 0,2 минус X калды. Тең түбүрасында Q2, мында түбүрасында Q1. Енді пропорция түрүндө көбөйтө аламыз. Мынаны және булай. Көбөйтетін болсақ, X көбейтілген түбірасында Q1 тең 0,2 көбейтілген түбірасында Q2 минус X көбейтілген түбірасында Q2-ге. X бар шамаларды бір жаққа жинақтаймыз. Мынау теңдіктің екінші жағына өткен кезде қосу амалын етеді. Мұнда X-ті бірден жақшаның сыртына шығарып жіберсем, түбірасында Q1 қосылған түбірасында Q2 тең 0,2 көбейтілген түбірасында Q2-ге. Осыдан X-ті табатын болсақ, ал мында 0,2 көбейтілген түбірасты Q2-ге бөлімінде түбірасында Q1 қосылған түбірасында Q2-ге. Арғырай шешуін бірден жалғастырып жаза берейін. 0,2 көбейтілген түбірасында Q2-міз 4 көбейтілген 10-ның минус 10 дәрежесіне. Бөлімінде Q1-міз 16 көбейтілген 10-ның минус 10 дәрежесі қосылған түбірасында 4 көбейтілген 10-ның минус 10 дәрежесіне. Тең. Мұнда 16-дан 4 шығады, 4-тен 2 шығады. 4-ке 2-ні қосамыз 6, дәрежелі түбірден жарты шығады минус 5 дәрежесі. Ал мұнда 4-тен түбірден 2 шығады, 2-ні 0,2-ге бөлсек, 0,10-дан 4 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Дәрежелер таңбалар бірде қысқарады. 0,6-ны 6-ға бөлсек, 0,10-дан 4-ті 6-ға бөлсек, 0,1067 метр. Немесе жуықталғанда, мынада жуықталғанда 6,7 сантиметр десек те болады. Сонда біздің үшінші зарядымыз екінші зарядтың арасында ара қашықтығы 6,7 сантиметрге тең екен. Жауабы X-іміз жуықталғанда 6,7 сантиметрге тең. Келесі төртінші нұсқаның С деңгейі. Төртінші нұсқа номері 7-ші есеп. Есептің шарты бойынша потенциалы 6000 вольт нүктеден өріс бағытымен 3 көбейтілген 10-7 дәрежесі метр бөлінген секунд жылдамдықпен электрон ұшып шықты. Электронның жылдамдығы 0-ге тең болатын нүктенің потенциалы қандай? Берілген жазып алайық. Потенциалы 6000 вольт бағытымен жылдамдығы
3 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі метр бөлінген секунд. Электрон ұшып шықты. Екінші жылдамдығы 0 болған кезде потенциалы қандай? Электронның заряды 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі кулон. Және электронның массасы 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31 дәрежесінде килограмм. Табу керек жылдамдығы 0-ге тең болған кездегі потенциал. Халықаралық бірліктер жүйесі қажет емес. Келесі формуласы. Энергияның сақталу заңы бойынша E1 ол E2-ге тең деп қарастырамыз. Энергия ол жұмысқа тең бола алады. Жұмысымыз mv1 квадрат бөлінген 2 минус mv2 квадрат бөлінген 2-ге тең. E1 десек, E2 жұмысым энергиямызда ол жұмысқа тең. Жұмыс дегеніміз φ1 минус φ2 көбейтілген зарядқа, электронның зарядына. Енді осы екі шамаларды теңестіреміз. Мұнда жылдамдығымыз 0-ге тең болып кеткендіктен, мына шаманың барлығы 0 деп қарастырыламыз. Сонда бізде φ1 минус φ2 көбейтілген E тең болады mv1 квадрат бөлінген 2-ге. Осыдан бізге φ2-ні табу керек. Ол үшін көбейтіліп тұрған E теңдіктің екінші жағына өткенде бөлу болып өтеді. Сонда φ2-ні бірден табатын болсақ, φ1 минус mv1 квадрат бөлінген 2 көбейтілген E болды. Енді шамаларын орнына қойып есептейміз. Шешуі φ2 тең φ1-міз 6000 азайтылған, массамыз 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31 дәрежесі, жылдамдығымыз квадрат болғандықтан 3-дің квадраты 9 көбейтілген 10-ның 14 дәрежесіне. Бөлімі 2 көбейтілген 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесіне. Мынау 10-ның минус 19 дәрежесі дәрежелі сан алымына қарама-қарсы таңбамен ауысып кетеді. 6000-ды дәрежелеп жасақ, 6 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі азайтылған. Енді бізде 9,1-ді 9-ға көбейтеміз. 81,9. Дәрежесі 19-ды 14-ке қосамыз, себебі дәрежесі плюс болып ауысты. 33 дәреже болады. Плюс 30 10-ның, онда былай жазып қояйын. 10-ның плюс 33 дәрежесі, мұнда минус 31 дәрежесі. Дәрежелер таңбалар әртүрлі болса азайтылады, үлкен санның таңбасы сақталады. 33-тен 31-ді азайтамыз, плюс 2 дәреже болады. Бөлімінде 3,2. 81,9-ды бөлеміз 3,2. Мұнда 6 көбейту 10-ның 3 дәрежесі минус бөлсек 25,6 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Азайту кезінде дәрежелер бірдей шамаға келтіріп аламыз. Мынаны 60 көбейту 10-ның 2 дәрежесі минус 25,6 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. 60-тан азайтамыз 25,6-ны. 34,4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі вольт шықты. Немесе 3,144 10-ның 3 дәрежесі вольт. Немесе 3440 вольт десек те болады. Сонда жауабы φ2-міз 3440 вольтқа тең.